Бізде енді былайша айтқанда сөз көп, жасыратын жоқ. Малдың бәрі ауру, ол деген дабыл қағатын жағдай емес пе? Ол дабыл әрине қағу керек. Ол шаруалардың бәрі осы уақытқа дейін атқарылған жоқ па? Айтылған талаптың бәрі дер кезінде орындалып кетті деп мен айта алмаймын. Қасарысып, былайша айтқанда, барлығы өзінің жеп отқан наннан ажырағысы келмейді. Бізде енді кезінде қаталдап тастадық қой. Осы киіктің жаңағы мүйіздерін ұстап, жаңағы жинап сатамыз деген азаматтардың алды 5-6 жылдан арқылап түрмеге кетті ғой. Яғни сіз ветеринария саласының елімізде ақсап тұрғанын мойындауымыз керек. Ол ауыл партиясы бәрін ойлаған, өзіміздің қойған, алдымызға қойған мақсаттың бәрін түгел орындады деп мен айта алмаймын. Сіз әселім өте ауыр сұрақ қойдыңыз. Бюрократия деген көп, қағазбастылық көп. Сіз жалпы депутаттықтан шаршаған жоқсыз ба? Менің күш қуатым бар. Армысыз ардақты ағайын, назарларыңызға Пікір медианың кезекті сұхбатын ұсынамыз. Сұхбатымыздың бүгінгі қонағы парламент мәжілісінің депутаты, ауыл партиясының саяси бюросының мүшесі және Қазақстан фермерлер қауымдастығының басқарма төрағасы Жүгіли Молдақалыұлы Дайрабаев. Депутат мырза, қош көрдік. Қош көрдік, әселім. Сұхбатқа келіскеніңізге, уақыт тапқаныңызға рахмет айтқым келеді. Бірінші сұрақты енді сіз ауыл партиясының өкілі болғандықтан ауылдағы халықтың жан айқайынан бастағым келіп отыр. Өзіңіз білесіз, соңғы күндері біздің редакциямызға ауылымыздың көптеген ауылдан видеолар келіп жатыр. Ауылда қарамал белгісіз бір ауруға шалдығып жатыр. Сондай-ақ ауыл маңына кеп құлап жатқан ақбөкендердің де видеолары көп тарап жатыр. Біздің Пікір медианың әлеуметтік желісінде бұл бейне көрсетілім өте көп таралды, қаралым өте көп болды. Астындағы пікір жазушылардың айтуынша жалғыз мынау бұл видео негізі Қарағанды облысының Нұра ауданынан келген. Бұл жерде тек Қарағанды емес, Павлодар, Қостанай, Талдықорған, Торғайдан да келіп жатыр. Бізде де тура осындай жағдай дейді. Енді біз бұны жариялағаннан кейін Ауыл шаруашылық министрлігіне, экология министрлігіне әрине міндетті түрде шықтық, сауал жолдадық. Экология министрлігінің жауабы, бүгін министрдің өзі де маған жауап берді. Бұл киіктердің табиғи ауруы дейді. Өздерінің табиғи солай азайып отырады. Бұл жерде киіктен жұққан ауру жоқ дейді. Жақсы. Онда Ауыл шаруашылық министрлігіне қойғанымызда ол кісілерден нақты жауап ала алмадық. Өзіңіз білесіз, Ауыл шаруашылық министрлігі ресми түрде біз ауылдан босаған елміз деп жариялады. Сонда бұл не жағдай болып жатқан? Бірінші студияға шақырғандарыңызға рахмет. Енді бұл ауыл шаруашылығы көп салалы шаруашылық қой. Жалпы енді ауыл шаруашылығын жүргізу, мал бағу, егін егу деген оңай шаруа емес. Бірақ та өте жауапты. Мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін шешіп отқан сала. Бірінші енді жаңағы киік мәселесін сіз төтесінен қойдыңыз. Бұл бізге де мынау парламент мәжілісінің депутаттары ретінде, оның үстіне мен аграрлық мәселе жөнінде комитеттің мүшесімін ғой. Бізге сол комитеттің төрағасының атына Егізбаевтың да бізге жекелеген депутаттарға жиі хаттар келіп түседі. Мәселен, соңғы хат келді. Сонда Павлодар облысынан келді бұл хат. Ол жерде сол 100-ге жуық фермерлер сол өздерінің жан айқайларын айтып, киіктің реттеусіз, ретсіз, мәселен, жаңағы егістікке, шабындыққа жайылып, мынау жергілікті тұрғындарға сол маза бермей жатқандығы туралы. Өнен кейін өзіңіз есіңізде болатын болса, осы алдыңғы біздің пленарлық отырыста мына Қостанай облысынан сайланған Берік Бейсенғалиев деген азамат бар, депутат, біздің әріптесіміз. Сол кісі осы киіктердің өсуі, оларды ретке келтіру туралы өкімет басшысының атына, Олжас Абайұлының атына үлкен депутаттық сауал жасады. Мен әрине оғанда мен де қосылдым, сол бір 4-5 депутат қол қойып, соны жібердік. Енді бүгінгі күнде бір жағынан киіктің көбейгеніне біз қуануымыз керек. Ол енді табиғи өсіммен. Жалпы осы өткен аптада біз комитетте бұл мәселені арнайы экология министрінің вице-министрін шақырдық, ауыл шаруашылық министрінің жауапты қызметкерлерін шақырып,
біз бұл мәселені жаңа фермерлердің бізге қайырылған сұрақтарына жауап беруіміз керек қой. Соның мына облыс басшылығы, облыс әкімінің орынбасарлары зуммен қатысып, біз үлкен бір келелі жиналыс жасадық. Сонда бізде енді былайша айтқанда сөз көп, жасыратын жоқ. Сөз көп, нақты, тиянақты шешілетін мәселелерді біз сөзбеге саламыз. Соның кейін тікелей жауапкершілік болу керек. Біз сол министрліктің басшыларына тікелей жауабымызды жасадық. Өкімет басшысының атына ұсыныс хат дайындадық. Барлық аграрлық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшелері қол қойды. Олжас Абайұлының атына киік мәселесін мемлекетте қалай шешеміз, оны қалай реттейміз, оны қалай өңдейміз, мына шаруаларға келтіретін залалды қалай қалпына келтіреміз. Саны 5 миллионға жетті. Иә, қазір мына деректер бойынша, мына арнайы офицердің деректер бойынша 4 миллион 600 мың екен, 5-ке жетті деп. Ал енді кейбір жаңа сол ішінде тікелей айланысып жүрген азаматтардың кейбір данныйына қарайтын болсақ, одан да 2-3 есе көп мәселелерді айтып жатыр. Бұл әрине табиғаттың үлкен байлығы. Оған бір жағынан қуануымыз керек. Екінші жағынан бұл енді қазақшасын айтқанда Құдайдың берген байлығын, оны да елдің игілігіне пайдалана білуіміз керек қой. Біз бұл мәселемен, бұл мәселен кеше не болмаса бүгін туған жоқ. Бұл киік мәселесі осы 4-5 жылдың көлемінде бұл өте күн тәртібінде шешілмей тұрған мәселе. Былтыр енді біз біраз мына өкіметтен талап жасадық, соның арқасында біраз қозғалыс басталды. Мына реттейміз деп. Сонан мына мәселен осы киік мәселесі ең өршіп тұрған мәселен Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, сонан мынау Ақмола облысы, Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облыстарында, мына Қарағанды облысында да қазір осындай жағдай болып тұр. Сондықтан енді бұны мен енді өзім тәжірибелі азаматпын ғой. Қазақта бір жақсы сөз бар. Байдың жұртын байқұс қызғанады деген әңгіме бар. Бұл табиғи байлық болғаннан кейін, біз сонда министрлік сұрағанда, бізге сол 1 миллионның төңірегінде алып қалсақ, табиғи өсімге де біздің мынау табиғатқа да зияны келмей жақсы тіршілік болар еді деп. Қалғанын жаңа оны өңдеу үшін, қалғанын мына елдің игілігіне жарату үшін мүмкіншілік жасау керек деп. Енді соған байланысты былтырдан бері бізде осы санын реттеуге бір 200 мың басқа рұқсат берді. 200 мың бастың енді сол 200 мың төңірегінде ауланды. Бұл да арғай тоқтады жұмыс. Арғай тоқтады. Содан ол аулағанның өзінде де жүргенде көптеген мәселен менде мынандай цифрлар бар. Мәселен біз мына 25 жылы популяция өскен мәселен былтырдың өзінде бір 750 басқа не ғана екен. Содан енді біз әр регионда әрқалай ғой. Мәселен Батыс Қазақстан облысында мәселен 460, Ақмола облысында 110, Қарағанды облысында 80 мың, Қостанайда 50 мың, Ұлытауда 50 мың. Бұл енді біздің қағаздағыдан, бірақ та жаңа сіз айтқан әңгімеге бұл 5 миллионға жақындайды. Енді бізде сол 25 жылы 1 қыркүйектен бастап 7 бригада құрылды, жаңағы экология министрлігі тарапынан. Соған барып біз мынау өкіметтің қаржы бөлініп 25 рефрижератор, жаңа тушевоз, жаңа сойылған, атылған киіккен далада қалмау керек. Оны жинап, ол 1 миллиард 821 миллион теңге ақшаға сондай техникалар алынды. Бұл түк істемей жатыр деп айтуға болмайды. Сондай өнен кейін 25 мына автомобиль, пикаптар 352 миллион теңгеге алынды. Жаңағы охота инспекторлар мініп, соны жаңағы киік аулауға, одан 15 трактор жаңағы навесной оборудованиемен, телешкілермен бәрі. Ол 240 миллион теңгеге алынды. Бұның барлығы жаңағы охотзоопромның балансына берілді. Бұл деген қазір үлкен күш. Соның өзі де мәселен жеткіліксіз болып жатыр. Өнен кейін бұл жерде біз енді өткенде сұрақ қойып жатырмыз. Бізде біраз зауыттар жұмыс істейтін болды ғой, жаңағы ет комбинаттары. Ол бұл жерде әртүрлі нюанстар бар да.
жаңағы көп жағдайда мәселен охота жасайды, уақытылы оны жинайды. Ол мәселен бір пәсте қазір біз енді үйде болса да малды қазір соя саламыз дағы оның терісіне тұз себеміз, етін өңдейміз, тұз себеміз. Bu yerде енді ол ары бері жол жүріс бар, тұрыс бар. Мәселен кеш жақын ататын болса ол мүмкін түнде жинауы мүмкін. Осының бәрі ыңғайсыз жағдай ғой. Ана қанша рефрижераторға салғанымен шалғай жерде ол ана зауытқа келгенше ол қараяды, еттің өңі сапасы жоғалады деген сықылды. Андай тоңазытқыш көліктермен тасуға болмай ма не? Ондай да алынды ғой. Соның өзінде мәселен біз өткенде сұрадық, біраз зауыттарда сол былтырғы сол алынған жаңағы қанша өз жерде менде жазылған мынау 3900 тонна ет дайындалған. Киіктің еті. Соның өзі мәселен неде зауыттардан шығып көп сатылған жоқ. Экспортқа жіберу жолын ойластырған жоқ па? Bu yerде енді экспортқа болғанда ол экспортта былайынша айтқанда оны сапаға қаралады ғой. Экспортқа мәселен өзіміз емес. Есімде сарапшылардың пікірі бар. Киіктің мынандай кішкентай киік етінен кішкентай ғана бір консервісі $100. Ондайлар бар. Соны неге біз жүзеге асырмаймыз? Мүйізіне қатысты да заңдастыруға болмай ма? Ол болады. Менің жаңа сізге айтып отқан сапаға қатты көңіл бөлуіміз керек қой. Сапа. Яғни біз сапалы өнім жасай алмаймыз. Сол сапа жөнінен кем. Өйткені мен әнеугіні біз комитетте қарағанда жаңа біраз ет комбинатының басшылары қатысты ғой. Сонда олардың өздері айтып отыр. Біз енді алып келдік, жаңағы тушенка жасадық. Соның өзіне жаңағы 3900 тоннаның мәселен жартысынан астамы жаңағы сатылған жоқ. Қалып әлі сақтаулы тұр былтырғы мәселен. Бұл бір жағдай. Соның кейін енді біз енді бұл киік мәселесін ары қарайда дұрыстап қолға алуға енді біз өкімет басшысына да біраз ұсыныстар жасадық. Содан кейін біз өткенде депутаттық сауал жасағанда мына типтес мәселе біз бір 7 мәселені қойдық. Мәселен жаңағы кең таралған өңірлердегі жағдайға үкімет деңгейінде кешенді талдау жүргізіп, нақты дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарын қабылдау. Содан кейін киік популяциясын ғылыми негізде реттеудің нақты әрі тиімді тетіктерін енгізу. Ол шаруалардың бәрі осы уақытқа дейін атқарылған жоқ па? Осы уақытқа дейін атқарылған. Неше рет отырыс болды, неше рет комиссия жүргізілді, оның бәрі қайда? Бұның барлығы былай айтылған талаптың бәрі дер кезінде орындалып кетті деп мен айта алмаймын. Ол орындалып кететін болса, қазір сіз маған жаңағыдай сұрақтар қоймайсыз ғой. Дегенмен де көш түзе жүрет дейді ғой. Әлі енді өкімет түк ештеңе істемей отыр деп айтсақ, ол бір жағынан ыңғайсыз болады. Сондықтан бұл қабылданып жатқан жаңағы іс-әрекеттердің бәрі жеткіліксіз. Енді біз мәселен сол комитетте, аграрлық мәселе жөніндегі комитетте, біз жаңағы сол ведомство басшыларына даже былай айттық. Егерде былай болатын болса, бізде енді кезінде қаталдап тастадық қой. Осы киіктің жаңағы мүйіздерін ұстап, жаңағы жинап сатамыз деген азаматтардың алды 5-6 жылдан арқылап түрмеге кетті ғой. Енді қазір біз заң, тәртіп, гуманды мемлекет құрып жатырмыз. Жаңа конституция қабылдадық. Бізде қатып қалған бір догма жоқ қой. Мәселен, уақыт деген, уақыттың өзі, өмірдің өзі біздің заңға да, өмір сүру сапасына да бір өзгерістер береді. Сондықтан мен ойлаймын, біз енді сол жігіттерге де айттық. Мәселен, елдің бәрін шошындырмай, мүмкіншілік жасау керек. Мына жаңа бізде аңшылар бар ғой, аңшыларға да мүмкіншілік беру керек. Содан кейін барып, яғни киік атуға рұқсат беру керек. Киік атуға мәселен керек болатын болса, жаңағының барлығын мынау правила дейміз ғой. Өзгертіп. Соның барлығын тиянақтап, оларда еркін жүріп аңшылығын жасап, содан кейін шашылып жатқан мүйіздердің бәрін жинатып, оның барлығын жаңағы есепке алғызып, оны өткізіп, енді киіктің жаңағы мүйізінің өзі де пайдалы ғой. Одан дәрі-дәрмек жасайды, мәселен, көрші ірі мемлекеттерге жібереді. Бұл жағдайда көрдіңіз контрабанда. Оның бәрін қатты қадағалау керек қой. Енді қараңыз, өзіңіз айттыңыз ғой, өзіңіз 200 мың басқа дейін рұқсат етілген деп, соның санын көбейту қажет пе? Қазіргі жағы, мысалы, бағана экология министрі маған популяция
көбейді, 5 миллионға жетті деп отыр ол Иә. кісі, Нысанбаев. Енді сонда киік аулауға рұқсат етілетін киік санын көбейту қажет пе? Көбейту қажет. Қаншаға? Мен өзім ойым. Өткенде сол жаңағы ведомствоның басшысы, енді вице-министрдің өзі айтты. Бізге 1 миллион жетер еді. Жаңа популяция өсіруге. Сонда қалған 4 миллион ауыл. Қалған енді ол жылда өсімдігі бар ғой, өсім бар. Сондықтан бұны ақылмен оны ұстап, жаңағы 200 мың өзін бізден түгел освоение жасай алмадық қой. Оны жаңағы тазалап, мүмкін жаңағы алған біздің жаңағы техникалар, оларда мүмкін тағы қосымша алу керек па? Тағы да бюджеттен қаражат. Тағы да бюджеттен қарап. Бұның бұл жерде біз жаңағы өкіметтің басшысына бергенде осының бәрін тиянақты зерделеп. Енді бір нәрсенің бір несі жолы табылу керек қой. Бәріміз құры байбалап парламенттен біз ақыл айтып, өкіметке хат жазып, өкіметтер ойланамыз деп жүргенде ол ана егіншінің, малшының, ана фермердің егінін кім қорғайды? Соң біз енді ана комплексін жазғанда мынау фермерлердің егінін қалай қорғау керек? Оған жаңа кеткен шығын, енді сізге мен уақыт аз болғаннан кейін қысқаша айтып отырмын. Бұның барлығын жан-жақты қарастырып, кәдімгі былай тиянақтап жаздық. Енді біз жауабын күтеміз. Бұл енді бір күннің мәселесі емес. Бұнымен тиянақты ұдайы айлансамыз. Жақсы аға, онда киіктен ауылдағы қарамалға көшейік. Ауылдағы қарамалда не ауру болып жатқан? Енді бұл мәселе жөнінен енді мына тіршілік болғаннан кейін біз енді, мен енді ауыл шаруашылығы маманмын ғой. Мәселен, малдың өзінің зоотехникалық нормалары бар, шығын жөнінен. Біз қазір мынау технологияның, әлеуметтік желінің бір дамыған кезі ғой. Мәселен, еш жерде мал ауырмайды, ешқандай жаңағы аурудың түрі жоқ Қазақстанда десек, ол енді жалған сөз болады. Ал дегенмен де бізде қазір мынау ветслужбаның толық мүмкіншілігі бар. Ветслужбаның барлық регионда, енді өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары біз енді тәуелсіздік алғаннан бері есептейміз ғой. Сол бұрынғы кезбен қазіргі уақытын салыстырамыздағы ептеп ветслужбада кішкене реттің кетіп қалғаны, тәртіпсіздік, мамандардың қалмай қалғаны, қазір мамандардың көбі сол 60-ты алқымдаған азаматтар, жастар о жаққа көп бармайды, тауқыметі көп сала қойын. Жоқ, енді жаңағы. Сонымен енді ол жаңа сіздің ауру деген әңгімеңізге келетін болатын болсақ, ол енді сіз жаңа айттыңыз ба, Нұра ауданында осында кездесті деп. Ол ғана, білесіз, ол 1-2 мал ғана емес. Ауыл тұрғындарының айтуынша, жаппай бір ауылда малдың бәрі ауруы, ол деген дабыл қағатын жағдай емес пе? Ол дабыл әрине қағу керек. О жерде мәселен жергілікті атқарушы билік бар. Жергілікті ауданның әкімі бар. Ауылдық жаңағы атқарушы биліктің тұтқасын ұстап жатқан әкім бар. Сол ауылда жаңа ветслужба жұмыс жасайды. Бізде мен жаңа депутаттық сауал жасаймын, енді амандық болса. Сонда мен өкімет басшысының атына жасап, мынау біздегі ветеринария саласындағы жіберіліп жатқан кемшіліктер, оны қалай орнына қоямыз, оны қалай реттейміз, оларға қандай мүмкіншілік керек, не жағдай жасау керек, осының тиянақты бәрін тәптіштеп мен айтамын. Ал енді бұл жерде сол біздің жаңағы службаның да жігіттерінде кемшілік бар. Біз көп жағдайда жасырасын жоқ, анау бармақ басты көз қысты дейді ғой. Ол мәселен өлген малды неменесін жасырамыз? Барып, көріп, оны тиянақты анықтап, сол жаңа Нұра ауданы болатын болса, Нұра ауданына мынау бізде комитеттің төрағалары бар, жап-жас жігіттер. Жаңағы 10 сағат ұйықтамай мәселен, бір сөткесіне 5 сағат ұйықтап, мына тұрған жер 100 километр болмайды. Барып, көріп, сол ауылды. Сонан кейін жаңағы тұрғындардың ауырып жатқан малын көріп, сөйтіп барып жаңағы анализін жасап, ол қай аурудан болды. Сонан кейін тұрғындарды жинап алып айту керек, айналайын, мынау ауру, мынандай ауру екен. Міне мәселе осында. Мәселе осындай. Сондықтан біз енді мынау заң шығарушы орган ретінде де біз мына ауыл шаруашылығы министрлігін, су шаруашылығы министрлігін, біз енді аграрлық мәселе жөнінде комитет болғаннан кейін біз ол азаматтарды тәртіпке шақырамыз. Біз өткенде де осы мәселені қойдық. Мен ана депутаттық сауалыма да қосып жатырмын бұл мәселені. Бұл іздеу сұраусыз, жұрапсыз қалмайды. Адам баласы, азамат мойнына жауапкершілік алды ма? Бұл жерде бізде жаңа ветслужбаның комитеттің төрағалары бар. Оның 2 орынбасары бар.
бүт региондағы облыстық деңгейдегі, облыстық деңгей, аудандық деңгей, барлығында штат жеткілікті. Неге ауыл шаруашылық министрлігі үнсіз отыр? Жоқ, мен ауыл шаруашылық министрлігі үнсіз отыр деп айта алмаймын. Мен ол мәселені ол кісілер де жауабын бере жатыр. Бірақ та тікелей бұған жауап беретін жаңағы ветеринарный комитет пен инспекцияның басшысы ғой. Мен енді ол жігіттерге де өткенде ескерттім. Мен осы азаматтарға Батыс Қазақстаннан да шыққан әңгіме. Жаңа сіз қойған сұрақ мен айттым, жігіттер, сендер кішкене жан-жақтарыңда көздеріңді ашып қарасаңдаршы. Ана азаматтар тегінен айқайлап жатқан жоқ. Алдындағы бір 20 сиырын өліп ататын болса, оның ертең күн көрісі қалай болады деген сықылды. Сондықтан бізде қазір қоғамда, соның кейін мынау уақыттың да талабы өзгеріп жатыр ғой. Кейбір азаматтар біздің қазіргі мына уақыттың талабына ептеп үлгере алмай жұмыс істеп жатқан жағдайы бар. Барлық жаңағы атқарушы биліктің тұтқасын ұстап жатқан деңгейдегі жігіттердің бәрі мықты жұмыс істеп жатыр деп мен айта алмаймын. Мен көп жағдайда көбіне қарным ашады. Соны кейде мен әрқайсымен жеке сөйлесем, айтамын, жігіттер, мойынға жауапкершілік алғаннан кейін кішкене бір ұят болу керек деген сықылды. Сондықтан жаңағыдай мәселелерді енді бұндай мәселелер бар. Ол жалғыз бір аудан емес. Яғни сіз ветеринария саласының елімізде ақсап тұрғанын мойындауымыз керек. Біз енді жасырасын жоқ. Бүгінгі қызметтің басына бүгін келген жігіттердің барлығы соған жауапты деп айтқанымыздың өзі не емес. Бізде сала ветеринария саласын біз ауылдық жерден республикалық деген ауылдық жерге дейін құлатып алдық. Қазір соңғы осы 2-3 жылда біз осы мәселені жайлап түгендеп жатырмыз. Қазір ветеринария саласында жұмыс істеуге мүмкіншілік жасаудың амалын қаралып жатыр. Біз қазір парламентке ветеринария заңын қайтадан қарап, олардың заңда біз көп мәселені қараймыз. Олардың материалдық жағдайы, олардың айлығы, олардың жаңағы тұрмыстық жағдайы, мамандарды қалай дайындау керек, оларға қандай жағдай жасау керек, олар қай жерде қалай жұмыс істеу керек, оларға жаңағы мемлекеттік деңгейде қандай қолдан көмек болу керек, олардың ветслужбаның, ветеринария қызметкерлерінің статусын көтеру туралы біз арнайы заң дайындап жатырмыз. Біз енді амандық болса осыны үлгерсек дұрыс болар еді, оны енді уақыт көрсетеді. Бірақ та ол енді болашақтың тірлігі. Мынау ауыл шаруашылығында ветеринария саласы, сіз өзіңіз айтқандай, өте ең жауапты сала. Ең алдымен жасырасын жоқ, ол ветеринария біздің анау дәрігерлер, адам дәрігерлері, мәселен, денсаулықты ауыр адамды тәрбиелейтін болатын болса, сол ауырдың бар осы саладан шығады. Сондықтан бұған біз өте қатты көңіл бөлеміз. Жақсы, енді бұл мәселе шешілер деген үміт бар, енді сөз жүзінде қалмай. Енді елдегі бір саяси жағдайға көшсек, өздеріңіз білесіздер, қазір бізде алдағы жаз кәдімгі саяси ыстық болайын деп тұр, қайнайын деп тұр, саяси науқан қызайын деп тұр. Осы жағдайда ауыл партиясы осы бүгінгі парламентте атына сай ауылды дамыту үшін қандай нәтижелі шаруа тындырды? Тек парламент мінберінен сөз жүзінде ғана сөйлеп қалып қойған жоқсыздар ма? Қандай да бір атқарылған іс бар ма? Сіздің партия ірі партияларға төтеп бере ала ма алдағы сайыста? Өйткені өзіңіз білесіз, әділет деген жаңа партия құрылып жатыр, алып партиямен бірлесет деген әңгімелер жүріп жатыр. Осы жағдайда ауыл партиясын біз келесі құрылтайдан көре аламыз ба? Сіз әселім өте ауыр сұрақ қойдыңыз. Бірінші, қазір бүгінгі мәжіліс парламентін өздеріңізге мәлім 6 партия жұмыс жасайды. Өткен сайлауда 23 жыл. Біз 3 жылдан астам қазір уақыт қызмет жасап жатырмыз. Енді расында да тамыз айында ертең біздің жаңағы қызметтік мерзіміміз 1 шілде күні бітеді. Содан біз ары қарай мемлекет басшысының жарлығы шыққаннан кейін сол тамыз айында жаңа құрылтайдың сайлауы болады. Оған әрине қазір барлық жалғыз ауыл партиясы емес, барлық саяси партиялар дайындалып жатыр. Енді сіздің тікелей қойған сұрағыңызға осы 3 жылда ауыл партиясы бірінші не бітірді дегеніңізден бастайын. Біз енді ауыл партиясы бәрін ойлаған, өзіміздің алдымызға қойған мақсаттың бәрін түгел орындадық деп мен айта алмаймын.
кейде біздің бір партияға тіреліп тұратын әңгіме болатын болса, ол басқаша. Бұл жерде енді мәжілісте әртүрлі көзқарас. Біз осы сайлау алды бағдарламада екі мәселені алдыға қойдық. Бірінші, мынау агробанк ашу туралы. Екінші, мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі туралы. Ол ең басты сол не? Жаңа заң агробанк туралы. Бірақ та біз енді осы өткен жылдарда агробанк туралы өздеріңіз жай байқайтын болсаңыздар, енді парламентте жүрсіздер ғой, мен жеке бір өзім 8 фракцияның мүшесі бармыз. Мен жеке өзім бір 7-8 рет осы мәселе жөнінде депутат сауал жасадым. Біз қаншама деген жаңа дөңгелек үстел өткіздік. Осы мықты әккі саяси жаңағы қаржыгерлер шақырдық. Мынау жаңа ұлттық банктың басшыларын, құзырлы органның басшыларын бәрін шақырып, біз бірнеше рет жаңа дөңгелек үстел өткіздік. 98 мәжіліс парламенттің депутаттарының 80% қол қойды. Бұл жерде енді өздеріңізге мәлім, бұл жерде кейбір интригалар бар, сізден жасыратын жоқ. Бізде 23 екінші деңгейдегі банк бар. Олардың бәрі мына 30-35 жылда, тәуелсіздік алған жылда қалыптасқан, қасарысып, былайша айтқанда, барлығы өзінің жеп отқан наннан ажырағысы келмейді. Ал енді бөліскісі келмейді. Ол бір жағынан. Мен өзім жеке пікірім. Мен ешкімге бір тас лақтырып отқан жағдайым жоқ. Бірақ та егерден біз ауыл шаруашылығын бұдан да мықты дамытамыз. Біз аграрлы елміз ғой. Ауыл шаруашылығын өз деңгейінде драйверге айландырамыз. Экономиканы сүйрейді дейтін болатын болсақ, түптің түбінде біз агробанкты ашудың амалын жасаймыз. Қанша қарсылық болатын болса, оны уақыттың, өмірдің өзі дәлелдеп жатыр. Сіз осыны жеткізіп кетемін деп ойлайсыз ба агробанкты? Бүгін жетпесе, құрылтайда жетеді. Әрекет жасаймыз. Бұл бір күннің мәселесі емес. Біздің мына көршілес елдің, мемлекеттің бәрінде бар. Біз ертең үлкен бір мәжіліс өткізіп отырмыз осы жөнінен. Ана Евразиялық ұлттық университетте. Агробанк құру туралы ұсыныстарымыз жетіліп пісіп қалды ма? Бұл уже пісіп қалды. Бұған мемлекеттің басшысының өзі де қарсы емес. Бұны айтты, зерделейік деді. Енді мәселен ұлттық банктың басшылары алғаш қарсы болатын. Қазір келісіп отыр. Мәселен біздің көрші Қырғызстан мемлекетінде Айылбанк жұмыс жасайды. Өзбекстанда жұмыс жасайды. Россияда жаңағы Россельхозбанк жұмыс істейді. Яғни ол банк ауыл шаруашылық кәсіпкерлері үшін жеңілдетілген несие. Қазір мәселен бізде мынау Бәйтеректің құрамында жаңағы Казагрофинанс пен жаңағы аграрный кредитный корпорация жұмыс жасайды. Ол барлығы мемлекеттік. Олардың жаңағы пайыз үстемақылары көп, қымбат. Барлығы мәселен мен АКК-дан барып жаңағы не алу үшін, несие алу үшін мен 35 документ дайындауым керек. Мәселе қайда жатыр? Біз өмірге не керек? Бюрократия ма көп па сонда? Бюрократия деген көп, қағазбастылық көп. Ол ғана 35 документін дайындап жүре ма, жоқ аны малын баға ма, жоқ егін деген ма? Бізде қазір мемлекет басшысының өзі айтып отыр ғой, қарапайым еңбек адамның жағдай жасау керек деп. Сондықтан біз тыңдаушы мемлекет құратын болатын болсақ, бұның барлығы бізде 300 мыңнан астам әртүрлі формадағы фермерлер, ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтар бар. Соның бәрін көкейі осы. Бізде кейде айтамыз, өкімет қолдап жатыр. Қолдап жатыр деп, қолдамай жатыр деп айтпаймыз. Қаражат көбейіп жатыр. Көктемгі дала жұмыстарына осымен 4-5 жылды салыстырсаңыз, қазір 750 миллиард теңгеден ақша бөлініп жатыр. Анау техниканы жаңалау үшін лизинг техники ол кетеді 400 миллиардқа дейін жетіп жатыр. Мынау субсидия, жалпы ауыл шаруашылығын қаржыландыру үшін 1 триллион 700 миллиард теңгеге дейін жеткізді деп мемлекет басшысы тапсырма берді. Осы шаруаның бәрінде ауыл партиясының еңбегі бар деп санайсыз, иә? Қазақтар айтады ғой, сөз сөйлерің болмаса сөзіңіз аяқ етеді дейді. Біреу қозғау салу керек. Менің профилім ауыл шаруашылығы. Ауылдың еңбеккерлері, ауыл шаруашылығымен айланысатын азаматтар жақсы өмір сүретін болатын болса, онда біздің бақытымыз сол. Онда біздің мемлекет мықты болады. Мемлекеттің мықтылығын мына Астанамен бағаламау керек. Мемлекеттің мықтылығын сонау жатқан солтүстік Қазақстан облысындағы жатқан шалғай ауылдармен бағалау керек. Сол ауылдың жағдайы.
инфраструктурасы қалпында болатын болса, оның жолы болатын болса, ішетін суы болатын болса, баласының оқитын мектебі болатын болса, жұмыс орны болатын болса, вот сонда ол мықты деген сөз. Біз ол халге әлі жеткен жоқпыз. Ол үшін жұмыс жасауымыз керек. Жигули аға, сіз депутаттық мандатта карьера жасаған депутат десем артық болмас. Сіз жоғарғы кеңестің депутаты болдыңыз. Қос палаталы парламенттің депутаттығын дәмін татып отырсыз қазір. Енді осы айдан кейін, бір айдан кейін бұл қос палата таратылады, тарих қойнауына кетеді. Мәжіліс, сенат деген ұғым жоғалады, құрылтай құрамыз. Енді құрылтайдан да дәмелеріңіз бар, өтетіндеріңізге сенімді болып отырсыз. Жалпы депутаттықтан шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, мен сенімді болып отқан жағдай жоқ. Оны енді сайлаушылар шешеді. Сайлаушылар шешеді. Мен рас 91 жылы тәуелсіздік жариялаған 12-ші сайланған жоғарғы кеңестің депутаты болдым. Содан кейін 30 жылдан кейін айланып парламентке кеттім. Ал енді ол уақытпен қазіргі уақытты салыстыруға болмайды. Ол уақытта мен жасырасын жоқ, жап-жас бозбала болатын былайша айтқанда. Қазір мен Құдайға шүкір өмірлік тәжірибем бар. Қазір мынау елдің мемлекеттің экономикасын, әсіресе осы басым осы ауыл шаруашылығын қалай көтеруге мен өткен өзім қолыммен істедім, өзім сол ауылмен өстім, ауыл шаруашылығымен өстім. Мен өндір айтатыным сол, мемлекеттің жағдайы ауылдың жағдайына байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты. Ауыл шаруашылығы өркендеп өсіп көгеретін болатын болса, онда мемлекеттің жағдайы өте мықты болады. Яғни депутаттықтан шаршаған жоқсыз? Енді ол шаршадым, шаршамадым деп айтпаймын. Шаршадым деп вообще айтуға болмайды. Менің күш қуатым бар. Күш қуатым бар, болашаққа деген сенімім өте зор. Біз енді менің ертең депутат болатынын мен өзім шешпеймін ғой. Оны сіздер шешесіздер. Ол мына саяси партиялар таласады. Сол саяси партиялар қайсысы қалай дауыс алады, соған байланысты. Егер де нәсіп болып өтіп атсақ, мен халыққа қызмет жасаймын. Ал өтпей қалсаңыз не істейсіз? Өтпей қалсам ешкім өкпем жоқ. Бизнеске кетесіз бе? Мен енді мына фермер қауымдастығының басқарма төрағасымын. Мен сол жұмысымды жалғастыра беремін. Бәрібір осы мен ауылдың, ауыл шаруашылығының сөзін сөйлеймін. Қауымдастықтан айлық аласыз ба? Мен енді қазір мына мәжілістегі депутатқа байланысты айлық алмаймын. Бірақ та егерде кейін қандай жағдай болады, оны уақыт көрсетеді. Депутат мырза, мен білуімше сіздің отбасылық ауыл шаруашылық бизнесіңіз бар. Ұлдарыңыз айналысты, шуда болды, Құлпынайға қатысты. Қазір ұлдарыңыз сол бизнеске оралды ма, әлде олар жолатпай қойдыңыз ба? Жоқ, енді ол қазақтар айтады ғой, жаңағы ауылдан адам көшсе де, адамнан ауыл көшпейді деп. Біздің қазақтың қаны да, жаны да, тамыры да сол ауыл. Кім не десе о десін, біз ауыл шаруашылығымен айлансамыз. Мен балаларымда қазір, өзім немеремде, біз айтамыз ғой, ойбай, ауылдан елдің бәрі көшіп жатыр, бетті сүйтті деп әңгімені көп айтамыз. Ал былайынша әркім өзінен үлгі көрсету керек. Мен өзім немерелерімді мына агротехнический университетке апарып оқытып 4 жыл. Қазір бір екі немеремді ауылға алып бардым. Біреу агроном, біреу тағы да оқып жатыр. Бәрін ауылға алып барып жұмыс етемін. Сонда ауылға кімнің әселімнің жаны ашылмаса, менің жаным ашылмаса, соны ауылды қалай ұстаймыз? Яғни отбасылық бизнес бар сізде? Отбасылық бизнес бар. Балалар аздаған егін егеді, мал жаңағы күтіп бақтайды. Сөйтіп өмір сүріп жатқан, қарақоңыр өмір сүріп жатырмыз ғой. Сонау шылқып елдің алдына бай болып кетпесек те, өмір сүруге мүмкіншілік бар. Еңбек ету керек, мәселе сол. Қараңыз, саяси партиялар мәселесіне қайтып оралғым келіп отыр. Қазір аманат пен әділет қосылуы мүмкін деген, тіпті аманаттық депутаттар да өздері ықтимал деп айтып жатыр. Болашақта әділет сіздерге бізге қосылыңдар десе барасыздар ма? Жоқ, ол әр нәрсенің өзінің жөні бар ғой. Мен әділет, аманат, басқа ана партия, мына партия деп, мен бір партияға, мен өзімнің әріптестеріме де айтамын, өзіміздің ауыл партиясының мүшелеріне. Бізде мемлекетте қанша саяси партия болсын. Бірақ та біз әрқайсымызда бір қырғи қабақ, бір-бірімізді жек көретін, бір-бірімізді аттайтын әңгіме болмау керек. Ұлы Абайдың сөзі есте тұрады. Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Бізде саяси мүмкін көзқарас әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ та бірақ мүдде болу керек. Ол мына мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік жағдайы, халық бай қуатты, еркін, демократиялық тәртіпке, заңға бағынған сондай гүлденген мемлекетте өмір сүру керек. Менің мәселен өзім арманым сол.
бір қазақ болса да бай болса. Рахмет, Жугули Молдақалыұлы. Бүгін біз ауыл халқының жанайқайынан бастап саяси партиялардың болашағына дейін әңгіме қозғадық. Енді сұхбатымызға бағаны көрермен берер. Сүбелі сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, осымен депутатпен сұхбатымыз тамам. Келесіге сізкенше сау саламатта болыңыздар.